Сәлем достар, мен бүгін әкеммен шеберханаға келдім. Ондағы мақсатымыз құстарға қамқор болып ұя жасау. Ендеше, Иманғали, іске кірісек. Біз бүгін арнайы шеберханаға келдік. Бізге керекті материалдар қолымызда. Ол үшін алдымен ағашты кесіп дайындап алайық. Міне бізде екінші жақтауы дайын, енді үшіншісін кесеміз. Ауылды жерлерде балға, шеге, қолмен аралайтын ара бәрі дайын. Ал біз бүгін арнайы шеберханаға келгеннен кейін осындай арнайы құрылғы, ағаш кесетін ара және шегелейтін мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан да біз желіммен жапсырып, бүгін құстарға ерекше бір ұя жасағымыз келеді. Иманғали, сен желімді алып кел. Иманғали, сен білесің ба, жалпы құстарда жылы жаққа кетіп қалатын құстар болады. Және жылы жаққа кетпей, осы жақта қалатын құстар болады. Біз енді қазір қыстың мезгілі болғандықтан жылы жаққа кетпеген, осы топырақта ұшып, қонып, күнін көріп жатқан құстарға ұя саламыз. Қыстап қалатын осында жылы жаққа кетпейтін қандай құстарды білесің, Имаш? Торғай, кептер. Және қарлығаш деген құс бар, адамзатқа өте жақын құс. Ол ұясын неден салатынын білесің ба, Имаш? Қарлығаш. Білмеймін. Көбінесе сазбалшықтан, сабаннан, сондай дүниелерден салады ұясын. Қарлығаш көбінесе адамдарға өте жақын жүргендіктен, мына адамдар тұратын үйдің дөдегесіне, босағасына ұя салады екен. Және қарлығаш үйіне ұя салған адамдар оны жақсылыққа ырымдап, қарлығаш біздің үйімізге ұя салып, жақсылық болатын болды деп солай ырымдайды екен. Бұрында аталарымыз киіз үймен көшіп қонып жүрген кезде үйіне қарлығаш ұя салса, жайлауға, қыстауға көшпей, киіз үйін жықпай, сол қарлығаштың ұясынан ұшып кетуін күтіп отыратын болған. Міне қарлығаштың қасиеті осындай. Мына жерге сен желім жабу ғой, мына шетінен жақсылап жабысың. Жұқа қылып жабысың. Қатты көміз, жағабысың, әр жеріне жағабысың болады. Ай, тамаша. Енді бұны алып жабыстырайық. Бізде мінекей ұямыздың негізгі бөлігі дайын болды. Бұл желім тез қатып қалу үшін қазір қыстың күні мынаны шашып жіберейік. Әке, сіз қарлығаш туралы айттыңыз ғой. Есіңізде ме? Біз қарлығаштың құйрығы неге айыр деген мультфильм көріп едік қой. Әрине есімде, Ол Әмен Қайдар деген қазақ мультфильмінің атасы, сол кісінің жасаған туындысы, осыдан 50 жыл бұрын жарыққа келген туынды. Өзің көрдің, керемет жасалған мультфильм, беретін тәрбиесі өте көп. Ауылда аталарымыз үнемі осылай құстың ұясын жасап, ағаштың басына іліп қойып, қамқорлық көрсетіп жүретін, Иманғали. Оны өзің жақсы білесің. Бізде сол кісілер сияқты құсқа өзіміз
өмір сүретін табиғатқа, қоршаған ортаға қамқор болуымыз керек. Иманғали, біз енді қазір құстар кіріп шығатын ұямыздың негізгі бөлігі есігін жасап алайық. Біз енді техника жеткілікті, қазір тесіп алдық, енді айналдырып кесеміз. Мінекей, бізде құстың ұясы дайын. Енді бұның үстіне қар тұрып қалмас үшін және жаңбырдан су бірден ішіне кіріп кетпес үшін төбесіне шатыр жасайық. Иманғали, мынаған жақсылап қара, сен маған көмектес. Бірінші мына ағашты сөзші болайық. Өздігінен ұя салатын құстардың қатарында құстың ұяның ең үлкен салатын тасқара деген құс екен. Әдетте қарлығаш үйдің төбесіне ұя салатын болса, қыран құс білесің, Димаш. Шыңның шыңына адамдар жете алмайтын балапанына ең қауіпсіз, ең биік жерге ұя салады. Ең үлкен ұя қандай болады сонда? Жаңа айтқан тасқара деген құстың ұясының тереңдігі 6 метрге дейін болады. Ені 2,5 метрге дейін барады екен. Міне Иманғали, біздің ұямыз дайын болды. Бүгінгі күнді біз Иманғали екеуміз құстарға ұя жасауға арнадық. Достар, сендер де әкелеріңмен бірге ұя жасап, құстарға қамқор болыңдар. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңдар, достар.